Әбдімәлік Жансая Даниярқызы 2000 жылы 12 қаңтарда Алматы қаласында дүниеге келген. Қазақ шахматшы қызы. Халықаралық гроссмейстер атағын 2021 жылы Қазақстаннан алған алғашқы қазақ қызы. Алғашқы тренері әкесі Данияр Әшіров. Жансая сәйкес жасы бойынша қыз балалар арасында 2 дүркін чемпион атанған. Жансая 5 жасында шахмат ойынның ережелерін үйреніп, 7 жасынан шахмат мектебінде жаттықтырушы Николай Перегудовтың жетекшілігімен әрі қарай шахмат бойынша өз білімін жетілдірді. 2007 жылы қаңтарда өз жасындағы қыздар арасында Қазақстан чемпионы атанса, 2008 жылы 8 жасқа дейінгі әлем чемпионатында 11 нәтижемен жеңімпаз атанды. Ол 2011 жылы 12 жасқа дейінгі арасында 8-9 ұпай жинап, әйелдер арасында халықаралық шебер атағын алды. Қыздар арасында әлем чемпионы атанды. 2014 жылы өзінің жеке шахмат мектебін ашты. Жансая Әбдімәлік бұл Қазақстаннан шыққан алғаш тұңғыш шахматшы қыз. Бекзат Саттарханов 4 сәуір 1980 жылы Түркістан қаласында көп балалы қарапайым отбасынан шыққан бала болатын. Әкесі Сейілхан, анасы Сырлыгүлдің кенже баласы еді. Алғашында өзін қорғап үйренсін деген оймен ата-анасы Бекзатты күрес үйірмесіне қатыстырады. Алайда күреске ынтасы болмай, екінші жағынан күреспен айналысу бойдың өсуін тежейтін ұғып, үйірмеге бармай, бірден боксқа бет бұрады. 1986-1996 жылдар аралығында Абай атындағы мектеп-интернатта, кейін Жұмабек Еділбаев атындағы номер 18 орта мектепте оқиды. 1995 жылы алғаш рет бокс үйірмесіне жазылып, балалар бапкері Нұрлан Жұмабаевтан тәлім ала бастайды. Ата-анасы мен туыстары Бекзаттың боксқа деген ынтасын байқағанымен, мұны жай өтпелі кезең деп ойлаған. Бірақ ол бокспен шұғылданғанына 1 жыл толмастан республикалық сайыстың жеңімпазы атанып, былғары қолғап бекер келмегендігін дәлелдейді. Бекзат Саттарханов қазақ боксының жарық жұлдыздарының бірі. Ол жас кезінен спортқа бейім болып, бокспен ерте айналыса бастады. Табандылығы мен еңбекқорлығының арқасында қысқа уақыт ішінде үлкен жетістіктерге жетті. Оның спорттағы жетістіктері 1998 жылы Азия чемпионатының жеңімпазы, 1999 жылы әлем чемпионатының қола жүлдегері, 3 жылғы жазғы олимпиада чемпионы. Сидней олимпиадасында 20 жасар Бекзат 57 кг салмақ дәрежесінде алтын медальді жеңіп алды. Қазақстан тарихындағы ең жас олимпиада чемпиондарының бірі атанды. Өкінішке орай 2000 жылдың 31 желтоқсанында жол апатынан қаза тапты. Оның мезгілсіз қазасы бүкіл елге ауыр тиді. Өлді деуге бола ма? Айтыңдаршы, өлмей түгін артында із қалдырған деп, Абай атамыз айтқандай, өмірі қысқа болса да жарқ етіп, Қазақстанымыздың жалауын желбіретіп жеткен боксшы еді. Бекзат Саттарханов қазақ спортының мақтанышы. Түркістан қаласында оның атында спорт мектептері мен көшелер бар. Смақов Самат Қабирұлы 1978 жылы 8 желтоқсанда Семей қаласында дүниеге келген. Самат Смақов қазақ футбол тарихындағы ең беделді ойыншылардың бірі. Футболдағы кәсіби мансабын 1990 жылдардың соңында бастады. Ерік жігері, көшбасшылық қасиеті және алаңдағы тәртібі арқылы тез танылды. Жастайынан футболға қызыққан, адал маңдай термен биікке жеткен футболист. Ата-анасының адал ұлы, мақтанышы болған Самат Смақов. Қазақстан ұлттық құрамасындағы ең көп матч өткізген ойыншылардың бірі. Ұзақ жылдар бойы құрама капитаны болды және команда көшбасшысы болды. Оның жетістіктері Қазақстан премьер-лигасының бірнеше дүркін чемпионы, Қазақстан кубогының иегері, Қазақстан суперкубогының иегері, Қазақстанның бірнеше мәрте үздік футболшысы. Ойыншылық мансабын аяқтаған соң бапкерлікке ауысты. Қазақстан клубтарында бас бапкер және жаттықтырушы қызметін атқарды. Самат Смақов тәртіптілігімен, мінезімен және көшбасшылығымен есте қалған футболшы. Ол Қазақстан футболының дамуына ең көп үлес қосты. Оның жеке жетістіктері Қазақстан премьер-лигасының бірнеше дүркін чемпионы,
Қазақстан кубогы мен суперкубогының иегері. Қазақстанның бірнеше мәрте үздік футболшысы. Елдос Сметов 1992 жылы 9 қыркүйекте Шымкент қаласында дүниеге келген. Қазақстандық дзюдо шебері, халықаралық дәрежедегі спортшы. Елдос спортқа кішкентайынан қызығып, дзюдоға әуестене бастаған. Оның спортқа деген ынтасы мен табандылығы тез нәтиже берді. Ол халықаралық турнирлерде, оның ішінде әлемдік және Азия чемпионаттарында Қазақстанның атын жоғары көтерген. 2016 жылы Рио-де-Жанейро олимпиадасында қола медальға ие болып, бұл Қазақстанның дзюдосының тарихындағы маңызды жетістік еді. Оның техникасы жылдамдыққа, икемділікке және стратегиялық ойынға негізделген. Оның жетістіктері: олимпиада қола жүлдегері, 2016 жыл Рио-де-Жанейрода, әлем чемпионатының қатысушысы, Азия чемпионатының бірнеше дүркін жеңімпазы, халықаралық дзюдо федерациясының рейтингі бойынша жоғары орындар. Елдос спорттағы табыстарымен қатар жеке өмірінде де қарапайым және ұқыпты адам ретінде танылған. Ол жас спортшыларға үлгі болып, Қазақстандағы дзюдоның дамуына өз үлесін қосуда. Михаил Шайдоров 25 маусымда 2004 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Мәнерлеп сырғанаудан биыл Қазақстанымызды 32 жылдан кейін алтын медальмен қуантқан. 2010 жылы жасөспірім кезінде шамамен 6-7 жасынан коньки теуді бастаған. Бапкері 1994 жылғы Олимпиада чемпионы Алексей Урманов және Иван Регини. Оның әкесі Станислав Шайдоров бұрынғы бапкері. Жаттығулары Қазақстандағы Алматы және Ресейдегі Сочи қалаларында жүргізеді. 2024-2025 жылдың маусымдарында халықаралық жарыстарда тұрақты түрде жоғары нәтиже көрсетіп, жүлдегер атанған. 2025 жылы чемпиондар арасында жеңімпаз болып, бүкіл қазақстандар үшін соңғы 10 жылда үлкен жетістік еді. Жетекші өнер көрсетіп, ерекше техникалық элементтерді орындаған. Кеше ғана Италия елінде өткен қысқы олимпиадасында ерлер арасындағы мәнерлеп сырғанаудан алтын медальді жеңіп алды. Бұл Қазақстанның олимпиададағы алғашқы алтын медалі еді. Және мәнерлеп сырғанаудан ел тарихындағы бірінші алтын.